Сәлем құрметті көрермен, бүгін мен жиендік қалай жасалады осы туралы айтатын боламын. Менің арнамнан алыстамай, менімен бірге болып, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Нағашы жұртынан жиендік жасауды бүгінде жеңіл-желпі қарап кетіп жүрген жайымыз бар. Жиендік дегенді нағашы еліңнен барып, ала бер де ала бер қағидатына салып алғанбыз. Құдды бір нағашы елі қазба қойма секілді. Оның өтеуін өтемейміз, саяси және әлеуметтік жүгін міндетін білмейміз. Ендеше елден жиған мына бір мәліметтерді назарларыңызға ұсынатын боламын. Нағашы елінен жылу жиналмайды. Қазақ басына қиын іс түсіп, жылу жинайтын жағдайға қанша жерден мұқтаж болып қаратса да, нағашы еліне жылу жинауға келдім деп айтпаған. Олай айтса, нағашы жұрты біз жиенге жылу жинамаймыз делінетін көрінеді. Соншалықты көрегенсіз емеспіз деп шамданып, жиендікті неше рет алса да риза болатын еліміз деп жылу орнына жиендік малын жетектеген екен. Жиендікті қумайды. Қазақта жиен нағашысының елінен жиендікті жасарда айтып та айтпай да жасаған. Мәселен, мен мына жылқыларыңды жиендікке мініп кетемін деп айтып барып мініп кеткен. Болмаса мініп кеткеннен кейін адам жіберіп хабарын бергізген. Жиендікті айтпай алып кеткеннен кейін хабарын бермеу ұрлыққа саналады екен. Ал жиендікті алып кетіп бара жатқанда нағашысы оның артынан дүние үшін қуаламаған, егер қуаласа малы өледі деп ырымдаған. Бұдан оқиғалардың қанша рет орын алғаны да ел ішінде аңыз болып айтылып жүр екен. Жиендіктің құны нағашының пейілінде. Жиендік алғаннан кейін оның өтеуі болады. Мысалы, сіз нағашыңыздан жиендікке бір тоқтысын алып кеттіңіз делік. Нағашыңыз оның өтеуін күтуі де, кештім деп күтпеуі де мүмкін. Егер жиендіктің қайтарымын күтетін болса, онда нағашының үйінде той-томалақ, қазан не өзге де мал-мүлікке мұқтаждық туындап қалған кезде жиеннің еліне нағашың жиендіктің өтеуін күтіп отыр деп хабар жібереді. Болмаса ауыл сыртына шығып жиеннің еліне қарап отырады. Осы кезде інілері келіп не болған сұрайды. Сонда нағашысы, менің тойыма жиенім келу керек еді, соны күтіп отырмын дейді. Бұл тұспалының астарында жиендіктің сырын білген інілері жиеніне не сол елдің ақсақалына мен ажасына, тіпті биенің үйіне келіп сені немесе пәленшенің нағашысы күтіп отыр деп хабар береді екен. Хабарды алған соң жиені бұрынғы жиендіктің өтеуі үшін нағашысына бір қойды алып барады екен. Әкелген қойыңызды көрген нағашыңыз ризалығын білдіріп, батасын берсе берді, бермесе менің бұрынғы тоқтым етті деп самарқау қабылдап қоя салса, сіз қошқар апарасыз. Тағы да сізді сынау үшін қыспаққа алып көңіліңіздегі білдірсе, сіз сиыр, тай, жылқы, түйе алып бара беруіңіз мүмкін. Және апарған нәрсеңіз қайтарылмайды. Қашан нағашыңыз бата бергенше көңілінен шығуыңыз керек. Бұлай ету жиендіктің мәрттігін көрсету немесе сынақ үшін не болмаса өзге себептермен болуы мүмкін екен. Бірақ жиендерін нағашылар бұлай көп сынамаған. Дегенмен бір мысалға тоқтала кетейік. Бірде екі би бір-бірімен ұзақ дауласып, арасындағы мәселелер шешілмей ушыға береді. Сөйтіп жүргенде біреуі қайтыс болады да орнына жас жігіт келеді. Ол дауласып жүрген елге жиен еді. Сөйтіп жас жігіт екі ел арасындағы дауды жалғастырмай, қазақы салт бойынша шешетінін айтып, елі дауласып жүрген нағашысының еліне жиен құрығын сала барады. Жиен алғаш нағашы жұртына келгенде бәсіре алады. Халық дәстүрі бойынша жиен нағашыларының қалаған затын, яғни жиен құйрық алуға құқылы. Жиені нағашысының алдына апарып, құрық тастаумен құтырады екен. Сөйтіп әлгі жігіт нағашы елінде қонақ болып, қайтар кезінде ең жүйрік тұлпары бар үйірді сұрайды. Нағашысы қолын қақпай береді. Арада жылға жақын уақыт өткен соң жиенің нағашысын өз еліне шақырып жақсылап күтеді. Сөйтіп кетер кезде былтырғы жиендіктің өтеуін алуды сұрайды. Бірақ нағашысы, мен оны сол кезде кешіп қойғанмын деп өтеуін алудан бас тартады. Оған көнбеген жиені, мен жиендікті өте алмайтын адам емеспін деп қиылып тұрып алады. Сонда нағашысы, қоймадың ғой, олай болса жиендіктің өтеуі болсын, бір жылға еліңнің билігін маған бер дейді. Жиені бұған жеңіл-желпі қарап, менің билігім даудамай ғой, одан да бұйым болар бірдеңе сұраңыз деп қоймайды. Дегенмен
Дегенмен нағашысы ел билігін алғанда ғана жасалған жиендікті кешетінін айтады. Осылайша жиендіктің өтеуіне елінің билігін беріп жібереді. Арада бірнеше күн өткен соң нағашысының жылқышылары бір үйір жылқысын әй-шәй жоқ айдап кетеді. Нағашысының мұнысына түсінбеген жиені мал артынан қуғын жібереді. Ал нағашысы болса еш шаспастан ол елдің билігі менде, нені алсам да өзім білемін дейді. Мұнан кейін де қалаған нәрселерін ала береді. Ақырында жиені жаңылғанын анық біліп жалынып жалпайып нағашысынан өз билігін қайтарып беруін сұрайды. Сонда жиенінің балалық жасағанына кемсеңдей күлген нағашысы, жиендік деген көрінген жерде жасалатын іс емес, ақылмен жасау керек. Енді орынсыз жерде пайдаланбассың, бір жолға билігіңді ал. Жиеніңді әуреге салғанда маған да сын болар. Ал сен еліңнің билігін алғалы бері арамыздағы даудың барлығын сенің еліңнің жағына шешіп қойдым. Сенің бізге келген барлық малыңның басы түгел. Бүгін түнде жігіттер жайылымыңа түгелдей төлдерімен қоса құтылады деген екен. Мінекей жиендікті осындай саяси қадамдарына керемет пайдаланған екен. Жиен құйрықты жиеннің қырық серкеші, қырық шұбар тай деп те атайды. Жиен бәсіресі қырық серкешті нағашылар жағы алғаш төркіндеп барған жас жұбайлар мен сәбиге кәде ретінде айдатып жіберетін болған. Жиендіктің қырық серкешіне байланысты айтылып жүрген бір аңыз бар, бірақ ол ақиқатқа жақын емес дегенмен айта кетейік. Ертеде сексек атты жетім бала жамағайын нағашы еліне паналап кетеді. Нағашысы оған қозы, кейін қой бақтырады. Жігіт болып ержеткен соң еліне кететін, еңбегіне мал айырып беруін сұрайды. Сонда бай мал бергісі келмей, бүгін қойлар қозыдан басқаны туатын болса сен аласың деп уәде етеді. Ертеңіне 40 қой туып тұр екен, бірақ қозы емес жүні тарамдала келген секеңдеп жүрген төл болып шығады екен. Алланың бұл құдіретіне таң қалған бай сол 40 төлді жиеніне еңбегінен бөлек атап беріп жіберіпті-мыс. Міне содан бастап ешкі төлі пайда болған екен және жиендерге 40 серкеш беру жоралғысы қалыптасқан екен. Бұл оқиғаның қазақтағы 40 серкешке қатысы жоқ. Олай дейтініміз сексек ата серкеш қана айдап кеткен жоқ. Егер осы аңызға сүйенген болсақ 40 ешкі деп айтар еді. Сондықтан жиенге берілетін 40 серкештің мәнін де әлі де аша түсу керек. Ал жиендіктің басқа қандай жөн жоралғылары барын, қайдан шыққан ел ішіндегі көне көздер әлі де анықтай жатар. Ақпарат ұнаса, мені жоғалтып алмас үшін менің арнама тіркеліп кетіңізді сұраймын.